Өкінбейсің, қажылыққа аттанған Жахан Отарғалиев болашақ жарына үндеу жасады. Некесі сәтсіз аяқталған актер Жахан Отарғалиев Меккеге қажылыққа аттанды. Өнер иесі қасиетті мекенге барып, мұсылмандық парызды орындау күйзелісте жүргендер үшін таптырмас мүмкіндік екенін айтты деп хабарлайды Айқын KZ. Жахан Отарғалиев қажылыққа ұшып кеткенін Инстаграм желісінде хабарлады. Әзілкеш Медине қаласына видео жариялап, оқырмандарына сәлем жолдады. Ол күйзелісте жүрген жандарға міндетті түрде қасиетті мекенге келуге кеңес берді. Жүректің тыныштығы үшін аса ерекше әрі керемет жер. Әсіресе стресте, күйзелісте жүрген адамдар болса, сіздерге таптырмас лайфхак. Міндетті түрде осы жаққа келіп, зәм-зәм ішіп, пайғамбарымыздың мешітінде намаз оқып кетіңіздер. Сол кезде жүректің тыныштығын ерекше сезінесіздер, деді актер. Сонымен қатар өнер иесі болашақ келіншегіне үндеу жолдап, өзінен махрге умраға жолдама сұрауды өтінді. Армандауға болатын шығар, бұйыртса үйленгеннен кейін бірден келерміз. Болашақ менің келіншегім, егер дәл қазір осы видеоны көріп отырсаң, махрге менен умраға жолдама сұрашы, өкінбейсің. Егер келген болсам, тағы келуге тырысасың. Қалған заттарыңдың барлығы болады, деді Жахан Отарғалиев.